Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда оқушылармен қалай қызықты, жеңіл түрде суреттер арқылы мәтіндер құрастыруға болады, сол туралы айтатын боламын. Бұл жерде менің 5 классқа арнап дайындаған жұмысым болатын. Яғни 5 классым Present Simple деген тақырыпты өтті. Сол тақырыпты қаншалықты түсінгендіктерін анықтау үшін ұйымдастырған жұмысым. Суреттерді бөлек қиып алып және қасындағы сөйлемдерді бөлек қиып алып, оқушыларды 3 топқа бөліп, бір-бір постер беріп, суреттерді және сөйлемдерді берген болатын. Оқушылардың мақсаты осы суреттер мен сөйлемдерді бір-бірімен сәйкестігін тауып қойып, және содан мәтін шығару керек болатын. Керемет мәтін шығара білді оқушыларым, мәтін тақырыбында қоя білді, және менің сұрап отырған Present Simpleға байланысты сөйлемдерді оқушылар дұрыс құрастыра білді. Одан кейін әр топтан оқушылар шығып, өздерінің постерлерін қорғады. Сабақ керемет болды. Оқушыларымыз сол тақырыпты түсінгендіктерін осы постер арқылы мәтін құрастырған жерінен байқадым. Баршаңызға осындай әдісті пайдалануға кеңес беремін. Видеомды қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.